Баршаңызға сәлем. Бүгін шашырап тұратын палаудың рецептісін сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ең алдымен етімізді жақсылап, кішкене қызартып, қуырып аламыз. Содан соң пиязымызды саламыз. Тағы да жақсылап пиязымыз қызарғанша қуырып аламыз. Және де сәбізімізді салып, оны да қуырып аламыз. Арасында осылай қозғап тұрамыз. Қатты күйіп кетпеу керек. Содан соң 10 минуттан кейін қайта ашып, тағы да бір қозғап аламыз. Міне осындай уақытта біз приправамызды, яғни дәмдеушімізді саламыз. Ішінде өзі палауға арналған мейіз бен зирасы дәмдеуші болады. Содан соң суын құямыз. Су құйған уақытта біздің барлық етіміз суда батып тұру керек. Дәміне қарай тұзын себеміз. Қатты ащы болып кетпеу керек. Бетін жауып, қайнағанша күтеміз. Астын жай отта қайнатамыз, етіміз піскенше. Содан соң күрішімізді салып, бұқтырып қоямыз. Менде суы аз болып қалды, кішкене су құямыз. Содан соң астын өте баяу отта бұқтырамыз. Міне біздің палауымыз дайын. Сіздермен болған жансая ас болсын.